Ассалаумағалейкум, құрметті достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге Bamix YouTube арнасы. Міне Bamix YouTube арнасы мереке қай жерде болса, біз сол жерде жүреміз. Яғни қазір Кеген ауылында осындай үлкен бәйге болып жатыр. Ұлттық ойындар, қазақи ойындар болып жатыр. Осы жерге мотоциклдарымызды алып келдік. Өздеріңізде білетіндей, мотоциклда қазақтың ұлттық көлігіне айналып бара жатыр. Көрген шығарсыздар, жылқының орнын басып жатыр, малға да, тауға да алып жатыр. Енді сіздерге бүгінгі түсірілімде жылқыны, мотоциклді ғана көрсете бермей, бүгін ұлттық ойынды, бәйгені көрсетейік. Шаң шығып қара көрінді, арғымақтар алдына дара бөлінді, топырақты төңкеріп тарлан жануар. Новыйын айдап көрсеңіз, новыйын салып бере аламыз. Алматыдан, бізде филиалымыз Алматыда ғой. Көріп алып кетсеңіз болады. Ташкентский Момышұлында Toyota центрдің жанында Bamix мотосалоны бар. Керемет қой аға. Енді келеді квадроцикл. Болды, кеңіз аға, скидка істеп беремін. Көріңіз. Айда білесіз ба жалпы мотоцикл аласыз? Мотоцикл айдаймыз. Айдап көрсеңізші. Бірінші скорость төмен, қалғандар жоғары. Радиаторный қанша? Радиаторный. Радиаторный 300 кубты. Так, 670 мыңнан. Сен айтшы бауырым номеріңді. 8705. Бағалар түсті ғой бұлардың, е? Конкуренция қазір жақсы болды ғой. 8700 қанша? 705, 766, 4514. 4514. Атын кім? Ерназар болады. Ерназар. Қайсы ауылың баласыңдар өздерің? Алматысыңдар ма? Мен негізі Талдықорған жақтың баласымын. Ерназар. Қандай мына байки дейсің ба? Bamix. Не бар ғой, интернетте бар ғой? Instagram парақшамыз бар, bamix.kz деген. Және YouTube каналымыз бар. Bamix деп жазсаңыз шығады. YouTube каналымызға тіркеліп, видеомыз ұнап жатса, колокольчик батырмасын басып, комментарий жаза кетесіз міндетті түрде. Бля, бұның биікте екен, Неге? Бірінші скорость төмен, бәрі төмен аға. Көрсетіп тұрады ан жерінде өзі. Скорость көрсетіп тұрады, қаншасын скорость отырған алдында. Наоборот, артқа қарай шығарғанда жоғары көтересіз ғой. Кішкене бүйтіп алда жылжытып жіберіп. Бірінші скорость. Осылай ауылда адамдар айдап көріп қызығып жатыр. Сіздерге де осы видеомыз ұнап жатса, міндетті түрде каналға тіркеліп, тағы да сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. Жақын арада алдымызда осындай мерекелер жалғасатын болса, комментарий бөліміне жазып кетсеңіздер болады. Біз сол жерге өзіміздің мотоциклдарымызды алып барып, сіздерге шолу жасап түсіретін боламыз. Ана кісі кетті ғой деймін. Машинесін ұстап кеткен сияқты, жүні машинесіне барып айдайық біз деп. Микрофон дайындап тұр. Қалай екен аға мотоцикл? Мотоцикл жақсы ғой. Видеоға айтып жіберсеңіз. Ассалаумағалейкум жігіттер. Мотоцикл жақсы. Не деуге болады? Жаңа ғой енді. Бірақ қазір тауда жүрміз. Амортизация лақтырмайды. Орнынан да жақсы алады. Бағасы жағы да жақсы. Қандай кемшілігін байқадыңыз енді? Енді қазір кемшілігін байқамадым, шынымды айтсам. бір қатты бір елдер сияқты қызығушылық бар, бірақ любитель жақсы разбирать ете алмаймыз.
Бірақ елдермен бірге қатар достарым бар. Достарым айдаймыз горныйға, тауға шыққанда. Бірақ біздікі профессиональный емес қой. Профессиональный айдайтын жігіттер олар бөлек қой. Сол жігіттер. Енді мынау енді бұлай қарасам, біз екеу болайық дегенбіз ғой. Брачка екеуміз. Бұған запчасть қалай? Запчасть өзімізден таба аласыз. Кез келген эндуралардың запчастары келе береді ғой. Мынау түсіндірші маған, радиатордың охлаждение жақсы ғой, иә? Радиатор охлаждение болады, масление болады, май суытқышымен ше. Мына жерінде радиатор тұрады, мотор майымен циркуляциямен айналып суып отырады ғой. Мыналар воздушный охлаждение. Желмен суый береді ғой. Бұл да жақсы ма? Иә, бұлар штанговый мотор ғой. Қызбайды негізі. Иә, жүре бересіз. Балансировочный валы бар, дірілдетпейді жаңа, байқаған шығарсыз айдан кезде. Айдадым, байқадым. Міне 277 модельмен батыл ана таудың басына шығам дейді, 1 минутта шығам дейді, қазір көреміз 277-нің күшін. Сцепление жоқ бірақ. Жаңа құлап сцеплениясын сындырып алғанбыз, сцеплениясыз айдап жүр қазір. Ал кетті ал, көрейік. Давай, уақыт кетті! Мына жотада қойлар жайылып жүр, жылқылар жайылып жүр. Өте әдемі көрініс. Мына таудың ар жағында Қырғызстан бар дейді, айтып қоймайды дейсің. Хан кетіп бара тұр ана. Андай ғой, мотоцикл алсам да, короче, қымбатын алсам да. Қымбаттың жілігі татиды дегенде. Бағана таулардан шыққан көрін қиналмайды ғой, екінші, үшінші скорость. Ана тіптен шығып барасың да, екіден үшке ауыстырасың анда. Дәші кете береді ғой анда. Бағана еңістен түсесің, қиналмайды ғой. Мощный. Тауға шығып демалғысы келетін адамдар осыған ұсынам. Өте керемет мотоцикл ғой. Бүгін осындай жайлауға келіп отырмыз, мына жақта бәйге болды. Мынандай жайлауды өте керемет болды. Өте керемет табиғат. И 277-мен қыдырдық. Өзім айдадым 277-ні. Айттың келгені 277 цеп мотор. Цеп мотор күші көбірек болады. Ол ғылымиде дәлелденген, адамдар бәрі дәлелдеп жатыр ғой соны. Бұрын анау видеолардан, обзорлардан еститін еді, цеп мотор мықты деп. Бүгін өзім көзім жетті. Цеп мотор, штановый мотор, цеп мотор мықты шықты. И бағана тік-тік таулардан шықтық. Видеолардың ішінде бәрі бар. Ойланбай шығады ғой. Екінші скоростьпен келе жатасың тік тауға. Үшінші скоростьқа ауыстырсаң да тартып кете береді ғой. Сол үшін BAMX 277 лучший ғой. Лучший ма? Лучший. Я бүгін керемет түсірілім болды. Қазір кештеп атып қалды. Біз тиеліп қайтамыз. Егер видеомыз ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркеліп, міндетті түрде комментарий жаза кетіңіз. Тағы да қай мотоциклдармен қай жерге барайық сол туралы. Все, сау болыңыздар.